Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге асқабақтың пайдасы мен зиянын айтатын боламын. Видеоны соңына дейін қарап алыңыз. Көпшілігіміз күнделікті пайдаға асырып жүрген асқабақтың ағзамызға тигізер пайдасы жөнінде біле бермейміз. Асқабақ өнімдерінің пайдаланудың да өзіндік артықшылықтары бар екен. Асқабақтың құрамында кальций, цинк, марганец, фосфор, йод, фтор және магний элементтері жеткілікті. Асқабақты склероз, диабет және өт қабынуына шалдыққан жандар көптен пайдалану керек. Асқабақ артық салмақтан арылуға көмек береді. Асқабақты жүкті кезінде көп қолданған жөн. Әсіресе жас аналар асқабақпен қоректенсе, витаминдер қорын жияды әрі сәбиге де пайдалы болады. Асқабақтың шырынын қабылдау суық мезгілде пайдасын тигізеді. Тұмау және өкпе ауруларына зардап шеккен болсаңыз, міндетті түрде асқабақтың шырынын ішіңіз. Асқабақтың адам ағзасына пайдасы ежелден белгілі. Бұл көкөністі тамақ ретінде жеу арқылы ағзаны қажетті дәрумендермен минералды заттарға толықтырасыз. Әрі көптеген дертке дауа болатын қасиеті бар. Әсіресе асқабақтың дәні өте пайдалы заттардың қайнар көзі. Айталық, асқабақ дәнімен халық емінде жүрек, қан тамыр ауруларын емдейтін білесіз бе? Одан да басқа 1000 түрлі дертке шипа болады. Және де қандағы холестерин деңгейін түсіреді. Климакс кезіндегі ауырлықты болдырмайды. Қатерлі ісіктің алдын алады. Қандағы қант мөлшерін реттейді. Ерлердің денсаулығын жақсартады. Асқабақтың шырынын жиі ішетін болсаңыз, артық салмақтан арыласыз және де ішектегі құрттардан тазалайды. Көңіл күйіңіз көтеріңкі болады. Негізінде асқабақ 90% судан тұрады екен, ал қалған 10% әртүрлі дәрумендер мен микроэлементтерден құралады. Асқабақты адам ағзасының қалыпты жұмысы үшін қажетті пайдалы заттардың жиынтығы деп есептейді. Оның құрамында С, Е, В1, В2 дәрумендері және бета-каротині, кальций, тағы да басқа дәрумендер бар. Ол сонымен қатар қан аздығы ауруы кезінде де пайдалы, себебі ол минералды заттардың жиынтығы. Құрамындағы калий мен мөлшерінен ол жүрек жұмысын жақсартады, қан тамырларын нығайтады. Бауырдың ауруы кезінде шикі асқабақты жеуді ұсынады. Егер шикілі асқабақты жей алмайтын болсаңыз, онда оны асқабақ ботқасымен алмастырыңыз. Асқабақтың дәнегі екі қабат әйелдер үшін токсикоз ретінде өте пайдалы. Алайда оны қуырып жегеннен гөрі кептіріп жеген өте пайдалы. Асқабақтың отаны солтүстік және оңтүстік Америка. Ол жерлерде асқабақ біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жыл бұрын егіле бастаған екен. Қазіргі уақытта асқабақтың 20 түрі бар. Қазақстанда асқабақтың кәдімгі асқабақ және мускатты және ірі асқабақ деген түрлері өсіріледі. Асқабақ сабағының ұзындығы 2-10 метр, жұмыр түкті, бұтақты, жайыла өседі. Жапырағы ірі, ұзынша, кілемшелі бүйрек пішіндес болады. Асқабақтың шырыны жұмсақ, дәмді болады. Ірі жемісі асқабақтың салмағы 40-50 кг дейін барады екен. Асқабақ жемісінің құрамында 15-18 құрғақ заттар және 8-10 сахароза аскорбин қышқылы болады екен. Асқабақтың дәнінің өзінде 20-40% май болады. Асқабақ қияр, қарбыз, қауын сынды бақша көкөністерінің туыстасы. Асқабақты жеуге жарамды және техникалық деп екіге бөлінеді. Асқабақты тағам ретінде пайдалану сонау ерте замандардан басталған. Өйткені археологиялық қазба жұмыстары арасында асқабақтың осыдан 3000 жыл бұрын пайдалға асырылғандығы анықталды. Оның дәндері перулік үндістердің табыттарынан табылған екен. Сіздермен болған Гүлсая. Егер сізге ақпарат пайдалы болса, каналыма тіркеліп алыңыз. Алдағы уақытта көптеген пайдалы ақпараттар шығарамын.